Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бізде бүгін жаңа тақырып күнді жаз тақырыпта жазаламыз. Неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді? Жаңа терме сөздер жазып аламыз. Сегун дегеніміз бұл Жапониядағы әскери қолбасшы лауазымы. Даймё әрі жер иеленуші феодал. Миссионерлік, яғни діни ұйымдардың ілімдерін таратуға арналған діни саяси қызмет. Империализм, елдерді жаулап алу мақсатында әскери күшті пайдалану саясаты. Жазып аламыз. Так. Және осы 19 ғасырдың ортасында батыс елдері Қытайдың әлсірегенін пайдаланды. Және де мемлекеттік күшпен ашу үшін қаруланған шабуылдарды ақырында бастайды. 1844 жылы ақш Қытайды өзімен әділетсіз келісімшартқа қол қоюға мәжбүр етеді. Яғни 19 ғасырда жапондықтар негізінен ірі үш аралды қоныстанады. Онсю, Кюсю және де Сикоку аралдары. Міне, бұл жерде бізде Жапон теңізі, бұл жерде бізде Жапония. Мына жақта бізде Тынық мұхиты. Жапония сол кезде бізде жабық есік саясатын ұстанады. Ол дегеніміз нені білдіреді? Жабық есік саясатының нәтижесінде 19 ғасырдың басында Токугава әулетінің соңғы сегундардың билігі кезінде Жапония қоғамы терең дағдарысқа ұшырайды. Және халық өсімі төмендеп кетеді. Ауылдағы шаруалар жерден айырылып, жерсіз қалғандар қайыршыл болып қалады, яғни қайыршылық күй кешеді. Сондай-ақ капиталистік қатынастардың дамуына ескі қоғамдық қатынастар кедергі жасайды, және де Токугава сегунатына қарсы халық көтерілістері болып тұрды. Яғни жабық есік саясаты дегеніміз басқа мемлекеттерден ешқандай тауарды қабылдамау, алмау саясаты. Яғни Жапонияны ашуға бағытталған сәтсіз әрекеттер. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында ақш, Англия, Франция, Ресей бірнеше рет Жапонияның жабық есік саясатын бұзуға әрекет жасайды. Және Ресей Лаксман басқарған сауда елшілігі бұл жерде сәтсіз аяқталады. ақш Жапония жағалауларына 7 экспедиция аттандырады. Экспедиция дегеніміз осы Жапонияның жағалау аймақтарын зерттеу мақсатында. Жабық есік саясатының күйреуі. ақш командоры Перри басқарған әскери кемені Жапонияға аттандырады. Және Жапонияға егер бір жылдан соң ақш Қытайдан қайтар жолда дұрыс жауап болмаса, күш қолданатынын ескертеді. Және 1854 жылы 13 ақпанда Перри Жапонияға оралады. ақш-тың күш қолданатынынан қауіптенген Жапония 1854 жылы бірінші Жапон-Американ келісімшартына қол қояды. Осылайша Жапония Америка кемелері үшін Симода және Хакодате порттарын ашуға мәжбүр болады ақш-қа. Осылайша 215 жылға созылған Жапонияның жабық есік саясаты күйрейді. Жапонияға қалай әсер етті? Яғни Жапония арзан еуропалық тауарлар қаптап кетті, яғни Еуропадан тауарлар келді. Жергілікті саудагерлер мен кәсіпкерлер банкрот болды. Елдегі алтын мен күміс шетел саудагерлерінің қалтасына түсіп сыртқа кетті. Яғни шаруалардың ақша табу былайша айтқанда көзі жойылды. Және Жапонияда император билігінің қалпына келтірілуі. Бұл жерде бізде 1867 жылы Жапонияның император тағына 15 жасар Муцухито отырады. Бұл бізде осы кезінде Мэйдзи әулеті болды Жапонияда. Мэйдзи әулеті билік құрады 1868-1912 жылдар жазып аламыз. 1868 жылы 3 қаңтарда самурайлар қарулы көтеріліс жасап, осы Сегун Кейкидің биліктен кетіріп, өзінің мемлекеттік осы билікті императордың қолына алып берген болатын. Яғни Жапониядағы протестантизм. Бұл жерде бізде 1858 жылы Таунсенд Харрис пен Жапония арасындағы келісімшарт, 59 жылдан бастап Библияның жапон тіліне аударылуы, Йокогама, Нагасаки қалаларынан таратылды. Йокогамада алғашқы протестанттық храмның салынуы болды. Және ең алғашқы баптист осы Джонатан Скоби 1854 жылы Перридің кемесімен келген болатын. Міне көріп тұрсыздар, мына жақта бізде Қытайдың территориясы, бұл бізде Россияның территориясы. Так, ақш-тың Жапонияны ашудың негізгі 3 себебі болды. Бұл американдық пароходтарды жанармай жеткізілімдерін толтыра алмайтын көмір негіздері ретінде жапондық порттарды пайдалану. Және осы американдықтарды
Жапондықтар кез келген шабуылынан теңізшілерді қорғауға тура келді және американдықтардың сауда қатынастарын кеңейту ниеті. Так, тапсырманы мен сіздерге жеке жүктейтін боламын. Назарларыңызға рахмет.